Бұл сериалды басынан аяғына дейін көрсең, полный жыртыласың. Сол осы заманмен баяғы заманды түсіргісі келген Беконти Official iPhone 11 телефонымен сериал түсіріп бастапты. Басындағы музыкаларға авторский права бергеннен кейін осылай озвучка жасауға тура келді дейді. Ендеше Сәлем айт сериалының бірінші бөлімі басталды. Мынау Пончик деген бала оқтей баяғы өткен заманға профессордың жасап шығарған керемет бір техникасы ана заманға апарады екен. Бұл сол кісіге бірінші болып хабарласайын деп ана заманға барып контент түсіргісі келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, менің атым Асар. Мен ана заманға сендер аппарат ойлап тапқансыңдар ма? Мен ана заманға барғым келеді. Бірінші болып барам. Сізді бағасы қанша деп сұрайын деп едім ғой. 100 миллион дейсіздер ме? Ойбай қымбат. Кішкене түссеңіздер, қазақпыз ғой дейді. Сен бармасаң бармай-ақ қой, блогерлердің бәрі таласып жатыр. 100 миллион сен бірінші болып хабарласқаннан кейін саған беріп жатырмын. Болдаға барам онда. Мен ана заманға барам деп Асар, ана заманға. Сәлем достар, бүгін күндеріңіз қалай өтті? Өткен ғасырға кеп қалған жайым бар. Кімсің? Адам шоштанды, өзім шошшысың ғой. Атың кім? Пончик. Пончик? Не ол Пончик деген? Ат бар ма не сондай? Негізі атым Асар ғой, бірақ бәрі Пончик деп атап кеткен. Асар демейсің бе? Не істеп жүрсің мына жақта? Қақтан келдің? 21 ғасырдан. Жайша? Контент түсіруге келдім. Контент? Иә, контент түсіруге. Контентің түсіріп жүре бер оны. Аға, тоқтаңыз, аға. Аға, тоқтаңыз, аға. Не бол тағы, не? Телефон зарядқа қоятын жер бар ма? Бар ғой, қойып берейін ба? Серьезно айтам. Серьезно айтам, қойып берейін ба? Әрине. Пончик, сен қақтан келдің білесің ба? Иә, білем. Қақтан келдің? Болашақтан келдім. Не ал дейсің маған? Ондай жоқ бұл жақта вообще. Негізі бұл кино ғой, бола бере ма? Он сценаристің айт, мен қақтан білем оны. Аға, жарайды, киноға оралайықшы. Менімен бірге болашаққа жүрсеңізші. Не бар болашақта? Бармаймын мен. Жүрсеңізші енді. Болашақта қызық көп. Не қызық бар сондағы болашағыңда? Қызық көп аға. Кейбір ұлдары қыз болып жүр, қыздары ұл болып жүр. Кейбір адамдарға даже заң жоқ. Оны көргенше мен өлгенім артық. Бара берші өзің болашағыңа. Тоқтаңызшы аға. Тоқтаңызшы. Пончик, басың істей ма? Қайда келдің мені? Не мынау? Не заман мынау? Болашақ деген осы. Жоңғар. Қаны жоңғар? Қаны? Ойнап айтам. Ойнап айтам, ойының бар болсын. Ана ғасырда болғанда осы өтірің үшін тілін кесіп тастайтын едім. Не істейміз енді, қайда барамыз? Әне такси келатыр, қазір қалаға барамыз таксимен. Бер тұрыңыз. Ешкім түсінмейді, ешкім мұңламайды, өтірік сезім болған менің. Өтірік сезім болған меніңді қалам. Жотам, Аташка, Пончик, қайда барасыздар? Қалаға, қанша болады? 1000 теңге болады. Кеттік пе? Кеттік. Пончик, прайс кім төлейді? Қаз, братан. Ой, бәле. Көке түкірме. Неге түкірме? Түкірсең штраф сапсайды. Штраф сапсайды? Иә. Не ол штраф деген? Вообще түсініп отқан жоқпын. Ана заманнан кейін вообще. Штраф тастамайды ғой. Ренжімеңіз. Шапан киіп жүрген ағаны көрмедіңіз бе? Ана жынды ма? Бұлай кетті ол жынды. Ана жаққа ма? Малың да жынды ғой. Көке, прайс төлемейсіңдер ма? Не ол прайс деген? Жолақысы ғой, жолақысы. Қанша теңге? 1000 теңге. 1000 теңге? Мынау жете ма мынау? Не ол бұл? Алтын. Бола ма? Енді болады енді аға. Болса ал, інім. Жақсы, жолың болсын, інім. Топ мен. Бана, мен ағам полный кредитін жауап тұрмын ғой. Базар жоқ. Қайда жүрсің? Қайда жүрген емес, жүріп та бір жерде. Жаңа таксистің ақшасын төлеп жібердім. Қанша төледіңіз?
Қанша бергенде бір алтын бердім 50 грамдай. Ойбай, ол пәленбайдың ақша ғой. Ой, беле айтпайсың ба соны? Аға, оны жездоқада қандай айтады? Тоқтаңызшы. Не тоқта. Әкеген жеріңе апарып тастаса, не осыны көру үшін келдің ба? Анау милицияң пықайт етсең штраф салады дейді. Анау қазақ жаңағы таксистің пәленбайым ақшаға адамды алдап кетіп отыр. Дұрыс па осы? Көкей, сабыр етіңізші. Сабыр төбір сары алтын, сарғайғанның бәрі алтын дейді. Тоқта, не деді? Сабыр төбір сары алтын, сарғайғанның бәрі алтын. Мұнан біздің 80 бай деген шал айтқан ғой. Бұның осы кезге дейін сақталған ба? Не, осы кезге дейін сақталған. Базар жоқ. Не істейміз енді? Білмеймін, братан, сценарий осы жерге дейін жазылған. Кеттік. Қайда, братан? Екінші серияны жазамыз. Өз мұң жағын қолыңдағы үмітіндей үзіліпті.